Меруерт атты әйелмен таныстым. Күйеуі екеуі бір әйелді өлтіріп қойған екен. Күйеуі 18 жылға, өзі 16 жыл алыпты. Өмір деген. Одан Қырғызстаннан келген Маша деген орыс әйел 16 жыл алған. Ол жақтан ешкім келмейді. Себебі коронавирус деген дерт жер жүзін жаулап алған. Шекаралар жабық. Маша таңға таяу жатады. Асқазан ауырады. Не ішетін дәрісі де жоқ. Уыстап нан содасын жейді. Төсекте жатса көрінбейді. Сондай жүдеу, жаным ашып, үйден дәрі алдырам. Артық заттарым болса соған берем. Таксофонға ақшамды үйден салдыртамды, сөйлес деп, үйіме сөйлес деп оған берем. Ота жасаймыз деп неше рет апарды, жасамады. Сөйтіп жүріп әрен дегенде Қырғызстанға жіберді. Мен қиналған әйелдерге көмектесіп, ақырын қарызға кіре бастадым. Анна, не істеп жүрсің? Бұлар қылмыскерлер, ертең-ақ сені ұмытып кетеді деп ұрсады. Алладан қайтады деп мен қоймаймын. Маған әлі поощрение бермеді. Түрмеден келген нарушением бар. Сол поощрениені бергенде үйге кетіп қалатындай боламын. Екі әйел төбелесіп қалды. Бірін-бірі аямайды екен. Санчесқа бүгін Ақерке түсті. Оны Тайсын дейтінді. Жайнұр деген әйел ұрған. Қарыз алған, ақшамды тез бере қоймадың деп 4 баласы бар. Ол әйелде 190 мен отыр, яғни мен сияқты алаяқ деген. Ақеркенің қабырғасын сындырған. Таңға дейін ұйықтамайды. Бұл жерде ең жаманы заң, екі әйел төбелессе, бірі кінәлі болмаса екеуін де бірдей жазалайды. 6 айға жекеге қамайды. Ол жерден далаға шығармайды, сеус дейді екен. Қанша соғысып жатса да бір-біріне арыз жазбайды. Екеуміз бір-бірімізге ренжісіміз жоқ деген қағаз жазып береді. Содан Ақеркенің артына түсті. Сенің атына почта арқылы заттарымызды кіргізіп алайық деп 10 телефон кіргізеді. Ол үшін Ақерке 3 ай поощрение алмайды. Жасақтың ремонтын бітіп, мен Санчестен қайтып келдім. Түнде ұйқы жоқ. Сағат 10-нан 2:30-ға дейін түнгі күзетте Ақерке отырады. Далаға кім шығады, соны жазады. Келген полицияларымен ұйықтап жатқан әйелдерді тексереді. 2:30-нан таңғы 7-ге дейін басқа әйел тұрады. Содан бір күні мен Ақеркенің қасында отырдым. Ол Эля деген әйелден телефон алып та үй ішімен сөйлесемін деп. Телефон оты бітіп, тоққа қояды. Полиция қыз келіп тексеріп кеткен. Сағат 12 болған. Баған телевизор қосып бер деп едім. Жаннұр ол телевизорды қосқан сол болатынды. Ақерке мына телефон тоқта тұрсын апашка деп қойғаны сол еді. Екі әйел мен екі еркек телевизор тұрған жерге кіріп келді. Мен сасқанымнан тоқта тұрған телефонды ала салып қалтама салдым. Бұл телефон сенікі деп маған нарушение жазатын болды. Бұл деген тағы да 3 ай саған поощрение бермейді деген сөз. Содан Жайнұр әрі сөйлесіп, бері сөйлесіп, оның отырғанына 5 жыл болған. Тағы бір телефон бересіңдер, сонда ештеңе жазбаймын деді. Жайнұр, мен сіз үшін өзімнің телефонымды бердім. Үйіңізден 40 000 теңге салдыртып бересіз деді. Мен келістім. Жарты ақшасын мен беремін деді Ақерке. Үйге айтып жатып, Жаннұрдың ақшасын салдырдым. Жаннұр деген қызды жақсы көріп қалдым. Анна, неге телефонды қалтана салдың деп ұрысты. Елдер қалтасындағын лақтырып үлгереді. Сонда ешкімдікі де емес болып шығады деп ұрысты. Мен сорлы қайдан білейін ол заңды. Сустан келген әйелдер өздерінше бір қожайын ұрды жықты болады екен. Жанна деген басынан сөз асырмайтын орыс қызы келді. Айттым бітті мен қызан дейтін тентек қыз екен. Киім кешек тұратын жерде кілтін ұстайтын доңаң қызы Софа дейтін әйелмен сөзге келіп қалды. Ертеңінде қоймаға қамап алып, ішінен есікті кілттеп алып, соққыға жықты. Мен туалетке кіретін кезде басқа аяқ киім киетін едім. Аяқ киімді киіп жатқанымда ыңыраған дауыс келді құлағыма. Қойманың есігін қағып едім, Софаның дауысы әрең естілді. Жүгіріңдер, мұнда соғыс болып жатыр деп жан даусым шықты. Есікті ешкім ашпады. Тоня деген әйел есікті теуіп бұзып ашты. Софаны қылқындырып жатыр екен.
Әйелдер әрең ажыратты. Режимниктер келіп екеуін алып кетті. 9-дан бір-бірімізге еш өкпеміз жоқ деген қағазды толтырып келді. Софаның беті адам баласы көретін көргісіз. Мұрны бетімен бірдей. Бір көзі ашылмайды. Солай бір жұма жатты, басым дей беріп. Әйел ит жанды деген осы болса керек. Бір 7-ден соң кеуінен таяқ жеген әйелдей сүйреленіп әрең тұрды. Беті көзі көкпеңбек. Зонаға комиссия келеді деп жатқан. Көзіне қара көз ілдірік кигізіп қойды. Біраз уақыт тынышталып қалдық. Ара-тұра шмон деген болып тұрады. Тауып алып кетсе, телефондарын алып кетеді. Бұл жерде ең қымбат телефон. Сыртта 8.000 теңге тұратын телефон, мұнда 40.000 теңге. Айырылып қалған телефонды ұшып кетті дейді екен. Неге екенін білмеймін. Біз 5 адам тамақты бөлек ішетін болып қалдық. Анна, Жайнұр, Гүлнұр, Маржан, мен. Бұл жерде мантыда жасап жейді. Дәу шелектің қақпағын тесіп, сол дәу шелекке су құйып, қақпаққа мантыны тізіп, үстін салафанмен бүркеп тастайды. Кейде пелмен де түйіп те жейміз. Бір әйел терезеден қарап тұрады. Полиция келе жатса, тамақ істейтін жерді жауып, пісіп жатқан тамақты тығып үлгереміз.